Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазір қазақ тілі пәні. Балалар, сіздерге Мюнстерберг әдісін ұсынамын. Көптеген әріптердің арасында тұтас сөздер бар. Сіздің міндетіңіз сол сөздерді жылда табу. Дұрыс айтасыздар. Қыстырма сөздер. Яғни осы әдіс арқылы біз бүгінгі тақырыптың атауын шығардық. Өте жақсы. Бүгінгі оқу мақсатымыз қыстырма сөздерді ажыратамыз. Тыныс белгілерін дұрыс қоямыз. Тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеп, ашық және жабық сұрақтарға жауап береміз. Балалар, сіздер оқулықтағы 9-шы жаттығуға назар аударсаңыздар екен. Сіздерге кесте берілген. Кестенің екі бағандағы сөйлемдерді оқып, оларды өзара салыстырайық. Әрине, еңбексіз ер де, жер де көгермейді. Еңбексіз ер де, жер де көгермейді. Биыл несін айтасың? Егіннің шығымы өте жақсы. Биыл егіннің шығымы өте жақсы. Меніңше, бұл өте мықты адам. Бұл өте мықты адам. Мүмкін, сіз оған көмектесерсіз. Сөйлемдердегі қарамен берілген сөздерге назар аударайық. Олардың сөйлемге қандай мағына үстеп тұрғанын байқайық. Ай мектеп. Аға, маған көмектесіңізші. Мына сөйлемді сөйлем мүшелеріне талдау керек. Ол кім? Бастауыш. Қуанады, не істейді? Баяндауыш. Ал әрине деген сөзге қандай сұрақ қоятынымды, сөйлемнің қай мүшесі болатынын білмей отырмын. Дана, сөйлем мүшесінің анықтамасын еске түсірші. Сөйлем құрамында нақты сұраққа жауап беретін толық мағыналы сөздер сөйлем мүшелері деп аталады. Көрдің бе? Әрине сөзі нақты сұраққа жауап беріп тұрған жоқ. Сондықтан ешқандай сөйлем мүшесі болмайды. Сөйлем мүшесі болмаса, неге сөйлем құрамында айтылады? Дана, сөйлем сөздерді топтастыратын үй сияқты. Үйде кейде отбасы мүшелерінен басқа да адамдар болады ғой. Олар сол үйге қызмет етеді, үй шаруасына көмектеседі. Сөйлемде де солай. Сөйлем мүшесіне жатпайтын, бірақ сөйлемге қызмет ететін сөздер болады. Қарашы, әрине деген сөздің осы сөйлемге қандай қажеті бар? Егер әринені алып тастаса, айтушының сенімі ойы көрінбей қалатын сияқты. Дұрыс айтасың. Бұл сөз сөйлемдегі айтылған ойға сөйлеушінің қалай қарайтынын білдіреді. Мұндай сөздерді қыстырма сөздер деп атайды. Мұндай қыстырма сөздер көп пе? Көп емес. Жиі қолданылатындары мыналар: меніңше, оның ойынша, бәлкім, әйтеуір, әрине, жаңылмасам, шынында, шынын айтсам, шіркін, бәсе, айтпақшы, біріншіден, екіншіден, тағы басқалары. Бұлар сөйлемнің мүшелері болмағандықтан, жазуда қыстырма сөздерді оңашалап, үтірмен ажыратады. Қыстырма сөз сөйлемнің басында келсе, үтір одан кейін қойылады. Мысалы, меніңше, бұл дұрыс. Ортасында келсе, екі жағынан қойылады. Мысалы, маған шынын айтсам, бұл сурет ұнамады. Ал соңында келсе, одан бұрын қойылады. Мысалы, ғарышкер болғысы келетін шығар бәлкім. Үтір
қыстырма сөздің бөлмесі сияқты екен. Иә. Қайталайық. Қыстырма сөздер. Сөйлемдегі айтылған ойға сөйлеушінің қалай қарайтынын білдіретін сөзді қыстырма сөз деп атайды. Қыстырма сөздер сөйлем мүшесі бола алмайды. Мысалы, әрине, ол қуанады. Қыстырма сөздер сөйлемде үтір арқылы ажыратылады. Қыстырма сөз сөйлемнің басында келсе, үтір одан кейін қойылады. Мысалы, меніңше бұл дұрыс. Ортасында келсе, екі жағынан қойылады. Мысалы, маған шынын айтсам, бұл сурет ұнамады. Ал соңында келсе, одан бұрын қойылады. Мысалы, ғарышкер болғысы келетін шығар, бәлкім. Иә, балалар, өздерің бейнетаспадан көрдіңдер. Қазақ тілінде сөйлемдегі ойға сөйлеушінің әр алуан көзқарасын білдіретін сөздер бар екен. Ол сөздерді қыстырма сөздер деп атайды. Мысалы, рас, мүмкін, оның ойынша, сірә, шынында, меніңше деген сияқты және де тағы да басқа сөздерді қыстырма сөздер дейді. Енді сол бейнетаспа бойынша көрген білімімізді тиянақтайық. Ол үшін дұрыс емес ойынын ойнайық. Сіздерге берілген сөйлемдер дұрыс па, бұрыс па, соған жауап беріп, өз біліміңізді тексеріңіз. Ал балалар, оқулығымыздағы айтыс деген мәтінді тыңдайық. Сиыр, ит, ат, қожамыз қайсымызды жақсы көреді деп айтысады. Әрине, мені жақсы көреді, деді ит. Мен оның отынын, шөбін тасимын. Қожаның өзі мініп керек жерлеріне барады. Сөз жоқ, қожа мені жақсы көреді, деді сиыр. Мен оның бала шағасын сүтіммен асыраймын. Жоқ, мені жақсы көреді, деп ырылдады ит. Мен оның барлық мүлкін және сендерді де күзетемін. Бұлардың сөзін естіген қожасы, босқа таласпаңдар. Сендердің бәрің де маған керексіңдер, депті. Иә, балалар, шынымен де 4 түлік мал мен үй жануарлары адамға керек екен. Қазақ халқы бұрыннан 4 түлік малды өз тұрмыс тіршіліктерінде пайдаланып, оларды күтіп баптаған екен. Ал балалар, осы тыңдаған мәтін бойынша өзімізді тексереміз. Айтысқа қандай жануарлар қатысты? Жануарлар не туралы айтысты? Қожасының айтқанымен келісесіз бе? Өз ойыңызды білдіріп, мұғаліміңізге жауабыңызды жіберіңіз. Кері байланыс алыңыз. Балалар, бүгінгі тақырыпты бекіту мақсатында оқулықтағы 11-ші жаттығуды орындап, қатесіз көшіріп, өз мұғаліміңізге жіберіп, кері байланыс алыңыздар. Және осы жазған сөйлемдеріңіздің ішінен қыстырма сөздерді тауып, олардың тыныс белгісіне назар аударыңыздар. Қыстырма сөздің тыныс белгісі қалай қойылатынын өзіңіз тұжырымдаңыз. Іске сәт!
Құрметті балалар, бүгінгі сабақ өз мақсатына жетті деп ойлаймын. Сіздер қыстырма сөздің ережесін, тыныс белгісін білдіңіздер. Қыстырма сөзді сөйлем ішінен таба алдыңыздар. Ашық және жабық сұрақтарға жауап бере білдіңіздер. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.